Саламатсыздарма, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге печенье пісіретін боламын. Оған керекті заттарым: бал 2 қасық қостым. Енді оған 3 қасық қант қостым. Осыны араластырып аламыз. Енді осыны газге қойып ерітеміз. Песогымен қантты еріту керек. Енді оған үйде тұрған сармайды қосам. Жылы температурада тұрған сармай. Енді осыны ерітіп аламыз әбден. Міне еріп жатыр. Көпіріп жатыр осылай. Мен 1 шай қасық ас содасын қостым. Сосын осылай көпіріп жатыр. Енді суытып алып, мен 1 жұмыртқа салдым. Осыны енді әбден араластырамыз. Осындай қоңыр болады. Енді осыған електің көмегімен ұн саламыз. Осыны енді қасықпен араластырамын әбден. Тағы ұн салып жатырмын. 2-ге бөліп салдым ұнымды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Тәп-тәтті печенье шығады. Жұмсақ, тәп-тәтті. Балдарға жеуге жақсы. Енді осыны қолдың көмегімен илеп алам. Басып әбден. Қолға жабыспайтындай етіп жасап алам. Bir жұмыртқадан пісетін печенье. Не осындай қолға жабыспайтындай не шығады, қамыр шығады. Міне дайын тұрған. Осыны 2-ге бөліп алам. Осыны енді оқтаудың көмегімен жайып алам. Жайып жатырмын. Осыны жайған қамырымызды осындай ненің көмегімен жасап аламыз. Сіздерде печенье жасайтын болса, сонымен жасауға болады.
Мен дөңгелектеп жасап жатырмын. Не осындай печенье. Осымды противенге қағаз жайып алып, соның бетіне салып жатырмын. Не осындай жұмсақ болып шығады. Екіншісі жасап жатқан. Сіздер де балдарыңызға жасап беруге болады. Шаймен ішуге жақсы. Міне тағы да печенье жасаған. Осымды да противенге салып жинап алам. Міне дайын печеньелер. Осыны енді белгінің көмегімен осылай тесіп аламыз. Әркімнің өз қалауы бетін сәндесуде. Осылай істедім беттерін. Сіздер өз қалауларыңызбен жасауға болады. Жасамасаңыздар да болады. Дөп-дөңгелек қылып пісіруге де болады. Қалған жаңағы нандарымын, содан тағы жасап жатырмын. Қалған қамырымнан жасап сағаным. Оны да дөңгелек формаға салып жинап жатырмын. Осыны енді қызып тұрған пешімізге 150 градус пеште 40-35 минутта пісіріп аламын. Піскен печеньелерім. Ыдысыма салып жатырмын. Міне дайын болған печеньелер. Міне осындай жұмсақ, арасы осылай болып піседі. Менің каналыма тіркеліп, достарыңа бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көргендеріңізге көп рахмет.